Жыл басынан бері Ішкі істер министрлігінің жедел қызметтері мен оның бөліністері іздеуде жүрген 58 қылмыскерді ұстады. Мысалы, Ақтау полициясы жергілікті тұрғынды ұстады. Ол өткен жылдың қараша айында мас күйінде кафелердің бірінде орын алған жанжал барысында қала тұрғынын ұрып соққан. Жәбірленуші ауыр халде ауруханаға жатқызылған болатын. Өзбекстанның Үшқорған қаласында жергілікті құқық қорғау органдары Алматы облысының криминалдық полиция қызметкерлерімен бірлесіп 2 адамның өліміне қатысы бар іздеуде жүрген осы елдің азаматын ұстады. Ер адам 2012 жылы Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданында жұмыс істеп жүріп, зейнеткерлердің үйіне заңсыз кіріп, оларды өлтіріп, ақша ұрлап кеткен. Елорда полицейлері Қостанай әріптестерімен бірлесіп, 2020 жылы Астанадағы жобалық тұрғын үй кешенінде пәтерлерді инвестициялау және брондау сылтаумен 144 үлескердің ақшасын иемденген жауапкершілігі шектеулі серіктестік директорын ұстады. Қаскөй тағы 2 басқа жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшыларымен бірге 4 миллиард теңгені жымқырған. Соңғы аталғандардың да бұрын ұсталып, қазір істерінен тергеу жүргізіп жатқанын атап өткен жөн. Бұдан бөлек, республиканың криминалдық полиция қызметкерлері хабар-ошарсыз кеткен 30 адамды анықтады.